Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі 453 бап. Конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге, Қазақстан Республикасының тұтастығын бұзуға, мемлекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіруге, соғысты әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік топтық және рулық араздықты қоздыруға, қатыгездікке, зорлық зомбылыққа бас ұруды насихаттауға, немесе үгіттеуге бағытталған мәліметтер мен материалдар қамтылған бұқаралық ақпарат құралдары өнімін дайындау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату, сонымен қатар әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік топтық және рулық араздықты қоздыруды насихаттауға және экстремизм немесе терроризмді ақтауға бағытталған мәліметтер мен материалдар қамтылған бұқаралық ақпарат құралдары өнімін тарату Қазақстан Республикасының аумағында тыйым салынады. Заң бұзушылық үшін жеке тұлғаларға 25-тен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде, заңды тұлғаларға 50-ден 1500 айлық есептік көрсеткішке дейін мөлшерде айыппұл қарастырылған.